дамыту сериалы бойынша қазақ тіліндегі видео сабақтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың аты адам өз өмірінің қожайыны деп аталады. Өзін-өзі дамыту ғылымының білікті бір сарапшысы маманы саналатын американдық Брайан Трейсидің пайымынша адамдар екі түрлі топқа бөлінеді. Қазіргі кезде адамзат баласының 20% бай бақуатты өмір сүрсе, қалған 80% кедейшілікте өмірдің тауқыметін тартып күн көріп жатыр. Сол 20% байлыққа қол жеткен адамдар мен 80% тұрмыстары төмен қиындықта жүрген адамдардың арасындағы айырма дейді Брайан Трейсидің айтуынша, бұл өмірге деген ұстанымдары, көзқарастарына байланысты дейді. Бірінші топтағы адамдар байлыққа, бақуаттылыққа, бақыттылыққа қол жеткен адамдар. Бұлар өмірді өзгертуге болады деп санайды. Мен өз тағдырымның, өз өмірімнің қожайыным деп санайды. Олар өздерінің өмірлерін жоспарлап, алдарына мақсат қойып, бақылап, басқарып отырады. Сол жоспар бойынша нақты әрекеттер жасайды, мақсатқа жетуге талпынады. Ал екінші топтағы адамдар, бұлар тағдырға сенеді. Бәрі алдын ала жасалған тағдыр жолымен өлшенеді, белгіленеді. Бізге қалғаны сол алдын ала жазып қойған сценарий бойынша жаңағы ешқайда шықпай өмір сүріп, сол жолмен жүріп өту деп санайды. Бәрі кездейсоқ болады. Кездейсоқ басқа қонса, бақытты боласың, болмаса өмір саған түрлі тауқыметтер әкеледі. Одан өмірді өзгерту мүмкін емес деп санайды бұлар. Бұндай адамдар әдетте ешқандай жауапкершілікті мойнына алмайды. Өз тағдырының қожайынымын деп санамайды өздерін. Бір жолмен әйтеуір ел қатарлы алға қарай жылжып бара жатқан сияқты болғанмен де, ол жолдың қайда алып бара жатқан, қайда жеткізетінін, не күтіп тұрғанын өздері де білмейді. Бір қалың тұманның ішінде келе жатқан сияқты өздері. Бұндай адамдар өздерінің сәтсіздіктері үшін, бақытсыздықтары үшін әрдайым айналасындағы адамдарды кінәлап жүреді. Басшыларды, немесе туған туыстарын, таныстарын, немесе үкіметті кінәлайды. Сосын ештеңеге көңілдері толмайды. Неге жалақы аз, неге табысым аз, неге анау емес, мынау емес деп әрдеңеге ренжіп, көңілі толмай жүреді. Сондықтан да мұндай адамдар әдетте жаңағы ашуланшақ болады. Айналадағы адамдармен ренжісіп, сөзге келіп қалып жүреді. Кінәмшіл болады өте. Көңілсіз жүреді. Сондықтан да жаңағы стресс, депрессия деп аталатын сондай бір жаман ауруларға да көп ұшырап жүреді. Енді екінші топтағы адамдар керісінше, бірінші топтағы адамдар керісінше өмірлерін өз қолдарына алады. Өмірімді өзгерту өзімнің қолымда деп санайды. Сондықтан да олар алдарына нақты мақсат қояды, жоспар қояды, сол мақсатты жүзеге асыратын. Сол жоспар бойынша әрбір әрекетін ойлап жасайды. Жұмыс істейтін болса, сол жұмысты жақсы істеу үшін өзінің білімі мен біліктілігін жетілдіреді. Жаңағы мансап баспалдағымен жоғары өрлеуге талпынады. Бизнеспен айналысады, басқа нәрселермен айналысады. Сөйтіп, байлыққа, бақуаттылыққа ұмтылады, бақытты өмір сүруге ұмтылады. Бұндай адамдар белсенді болады, әрекетшіл болады. Жауапкершілікті әрдайым өзінің мойындарына алудан қашпайды. Егер өздерінің басында сәтсіздік, қиындық келіп жатса, бұның бәріне өзім кінәлімін деп санап, сол жаңағы сәтсіздік не себепті болды, қандай қателіктен болды деп, соған талдау жасап, екіншілей ондай жағдайды болдырмауға тырысып, нақты әрекет жасап отырады. Өмірден үйреніп отырады. Брайан Трейсидің айтуынша, алдына нақты мақсат қойып, сол мақсатқа жету үшін әрекет жасау адамға бір қанағат сезімін әкеледі. Әрбір жасаған пайдалы ісің дейді, сені бір қуанышқа бөлейді. Екінші
екінші топтағы адамдар мысалы жұмыс күні қашан бітеді, қашан демалыс болады деп, қашан жалақы береді деп күтіп жүрсе, бірінші топтағы адамдар жұмыстан рахат алады. Сол әрбір жасаған әрекетінен бір рахат алып, қуанышты көңіл күйде жүреді. Сол жұмысты одан сайын жақсартайын, оның сапасын арттырайын, ол үшін білім мен біліктілігімді жетілдіруім керек деп ұдайы ізденіп талпынып биіктерге ұмтылып жүреді, құлшынып жүреді. Сондықтан да бұндай адамдар әдетте көңілді жүреді, айнадағы адамдармен де жақсы жылы қарым-қатынаста болады, денсаулықтары да жақсы болады. Денсаулықтарын күтіп, салауатты өмір салтын ұстайды. Өйткені жақсы жұмыс істеп, жақсы нәтиже жету үшін денсаулық жақсы болу керек. Сондықтан да бұндай адамдар алдарына қойған мақсаттарына қол жеткізеді міндетті түрде, және бақуатты, бай, бақытты өмір сүреді. Егер сіз осы кезге дейін мен қай топтамын деп ойланбаған болсаңыз, әлде кеш емес ойланып, мен қай топтамын? Алдымда нақты мақсатым бар ма? Сол мақсатқа жету үшін жоспарым бар ма? Сол жоспар бойынша жұмыс істеп жүрмін ба? Немесе жаңағы жай өмірдің ағымымен күнделікті тірлікпен өмір сүріп жатырмын ба? Деген сияқты мәселелерді сұрақты өзіңізге қойып, осы екі жолдың, екі топтың қайсысына жататыныңызды айқындап алып, егер екінші топқа жататын болсаңыз, бірінші топқа өтуге талпыныс жасап, мақсат қойып алдыңызға ұмтылып көруіңізге болады. Өйткені, егер зер салып қарайтын болсаңыз, екінші топтағы адамдар, яғни айтқанда тағдырға сеніп бәрі кездейсоқ бола салады деп әрекетсіз жүрген адамдардың бақытқа жетіп, бақытты болып жатқаны жоқ. Олар қиындықтан көз ашпайды. Керісінше нақты әрекет жасап, нақты алдына мақсат қойып жұмыс істейтін адамдар мақсаттарына жетіп, бақытты өмір сүріп жатады. Егер сіз осы видео сабақтан пайдалы бір ақпарат алып, өміріңізге қолданып, соған нәтижеге жетуге болады деп санайтын болсаңыз, онда лайк басып немесе пікіріңізді қалдырыңыз. Осы видеоның астында сілтеме бар, сол сілтеме арқылы сайтқа кіріп, өзін-өзі дамытуға байланысты толыққанды ақпарат алуыңызға болады.